Қазақмыс мектептердегі білім сапасын арттыруға өз үлестерін қосып келеді. Холдинг Қарағанды және Ұлытау облыстарында Ұстаз Ұлытау педагогикалық трансформация орталығының жобасын іске асыруда. Өткен жылдан бері 230 сағат тренингтер мен семинарлар өткізіліп, 1000-нан астам педагог біліктілікті арттыру курстарынан өтті. Жобаның тағы нендей мүмкіншіліктер мен артықшылықтары бар? Аймақтардағы мұғалімдердің сабақ өту тәсілі қалай өзгерді? Толығырақ келесі бейнесюжетте. Назерке Шубаева Сәтбаев қаласындағы номері 27-ші жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Білікті ұстаздың соңғы уақытта жұмысқа деген құлшынысы артыпты. Оған ұстаз Ұлытау жобасы аясында жиған тәжірибесі себеп болған көрінеді. Назерке жобадан үйренгендермен сабақ жоспарын жасау тәсілін де өзгертіп, оқушыларға көбірек еркіндік беруді жөн санапты. Нәтижесінде оқытушы шәкірттерінің шығармашылық пен әр пәнге қызығушылықтарын артқанын айтады. Семинар тренингтен кейін біз оқушылармен әртүрлі жұмыстар жасадық. Осы недегі семинарда өткен әдіс тәсілдерді қолдандық. Соны бірі комикс әдіс тәсілін біз сабақта күнделікті қолданып отырмыз. Бұл әдісте маған сабағыма келіп отырған пайдасы, бұл жерде оқушылар өздерін еркін сезініп, өздерінің қиялдарына еркіндік береді. Білім беру жобасы Жезқазған, Сәтбаев, Балқаш қалалары мен Ұлытау ауданының 70-ге жуық мектебін қамтыды. Жоба аясында қатысушылар біліктілікті арттыру курстарына қатысып, дәрістер тыңдады. Шет тілі бойынша олимпиадалар өткізілген, консультациялық қолдау да қарастырылыпты. Мектеп директорлары үшін стратегиялық сессиялар ұйымдастырылған. Жоба шеңберінде оқушылардың шет тілдерін үйренуіне де мүмкіндік жасалды. Мәселен, жаз айларында Ұлытау облысынан 10 оқушы Ұлыбританияға барып 2 апта бойы ағылшын тілін оқыған. Мұның барлығы Қазақмыстың қаражаты есебінен жүзеге асырылыпты. Ұстаз Ұлытау жобасы педагогикалық білім деңгейлеріңізді көтеруге мүмкіндік беріп отыр. Жоба аясында барлық мұғалімдер тұрақты қамқорлыққа алынады. Жаңадан құрылып жатқан осы Ұлытау облысы, бұл біздің облыс үшін керемет мүмкіндіктердің бірі. Осы Қазақмыс корпорациясының ертеңді болжауы, болашағымыз, бүгінгі сауатты оқушылар екенін осы жоба арқылы нәтижеге жұмыс жасауына ықпал етуі қуантады. Компания басшылығы мұғалімдердің біліктілігін жүйелі түрде арттыру, ұстаздар мен оқушылардың дүниетанымын өзгертуге оң ықпал ететінін жақсы түсінеді. Сонымен қатар педагогтердің кәсіби көзқарасын өзгерту өңірдегі білім сапасын арттыруға жол ашатынына сенімді. Осы мақсатта Қазақмыс мектептермен қатар аймақтағы мемлекеттік техникалық университеттің құрылысын да қаржыландыруда. Адылжан Бердібеков, Жалғас Азғанбаев, Марат Бейесов және Әмір Ибатов, Атамекен бизнес, Ұлытау облысынан.